Айта беріңіздер, бірінші ат жөніңізді айтып беріңіздер. Атым Сейдулла. Қатырак айта беріңіздер. Тәңірберген өркен бөлімшесінің тұрғынымыз. Біздің енді көрген күніміз осы ма, дранждар істемейді. Көктем келді болып, мақта егу талап бізде. Кеш болады. Ауылымыздың су басып жатқан осы жағдай болып жатыр. Мынау дренажды көріп тұрсыздар. Дренаж жағдайын бәрі осындай. Ауылда қазір көріп отырсыз ғой, қазір әкімшілікке бардық. Төребекке жолықтық, иә. Әкімшіліктердің жұмыстары білмеймін. Тек маңдымайды тірлігі. Прямой жаңа аудан әкімшілігіне бардық. Осы жағдайдың бәрін айттық. Мен құда қаласа осы назарға алып, осыны істеп берсе бізге. Ауылымыздың бәрі су басып жатқан мынау жағдайдың бәрі. Өркен ауылы, ә? Өркен ауылы. Мынаяқтағы тұрған дранждардың бәрі жағдайы осындай мынау. Осы дранжды қайтып көрсетсе, сондай жағдай болып жатыр бізде. Енді Бақыт Асанов аудан әкімдіктен жетсіз деп отырсыз ғой енді ол. Иә. Бақыт Асановқа осы құлағына жетіп, осыны біздерге істеп берсе, біздерде ол кішігірім ауыл әкімшілігі болған шамасы келмей ма? Олар көріп... Ауыл әкімшіліктің аты жөні кім? Жөн Нұрлыбаев. Жөн Нұрлыбаев па? Ауыл әкімшілігі біздің шамасы келмейді, келмей ма? Осыны көріп жүр ғой мысалы. Енді бізге Бақыт Асанов назарға алып осы істеп берсе бізге. Осы жағдайды көріп тұр. Осы көзіңізді көріп тұрсыз ғой, ауылдың бәрі. Иә, көріп отырық қой. Ауылымыз 60 үй бар. Енді қазір мына полиодан гөрі ең бірінші мәселе мына дранажымызды істетсе, мына көріп тұрсыз ғой ахуалды. Қазір полиодан гөрі үйімізді ойлап отырмыз. Қолымыздан астынан су шығып жатыр. Еккен диқаншылығымыздың бәрі уже өлді мына судан. Тағы еккен жамыр болса уже естілгенде огородымызда қалмайды. Бірінші мәселе мынау қазір дранаж қосып жатыр деп жатыр, бірақ ахуалдар осындай. Ең бірінші осы ауылдықпен қосып берсе, осы Жолдыбай Нұрлыбаевтағы өзі 5 ауылдың ішіндегі мынау 800 метрді тартады ғой. 800 квадрат метр тартады, иә. Мынау рахмет, қазір азаннан бері елдің адамы сізге шыққалы бері мына қарағырдағы қосып жатыр. Оған да рахметімізді айтамыз. Дегенмен де мынау қазір мына полдың астынан су шығып жатыр. Ол білесіз енді. Қазір мына жерде мына домда қанша адам тұрып отыр? Бұл жерде қазір 6 адам тұрып жатыр. 6 отбасы бар, ә? 6 отбасы, көп балалы аналар. Барсаңыз полдың астынан су шығып жатыр. Қазір ол жерде аламыз ғой. Ауылдың ішіндегі нелерден де шығып жатыр. Осы дранаждың істемеген нәрсесі осы. Егер негізі жалпы неше дранаж бар сізде тіркелген осы ауыл тұрғындарына аймағына негізі қанша дранаж орнатылған бұрын? Нұрлыбаев 7-8 Сіздер оны жаққа дейін қарайды ғой, ә? Шекара, ә? Ар жақта шекарада да біреу бар. Оңға жоқ бар ғой. Бесеу ма? Вообще 5 дранаж бар, ә? 5 дранаждың жағдайы дәл осы ғой, ә? қазір бұл өркен ауылында. Нұрлыбаев бойынша дренаждың бәрі осындай. Бәрі осындай. Осындай Нұрлыбаев. Ауылдық бойынша десеңізші. Поляларда істелмеген көрсін. Мынаяқта Ленинке де істелмеген. Дранаж істелмегеннен кейін диқаншылықты кеш еккенсің зиянкестің құрбаны боламыз. Иә. Сол мынау ең осы дранаждарымыз істетсе. Ойлар кемейді. Жер кемей, майға дейін созылады мысалы. Ана 3-4 жаңбыр жауса, ол майға дейін барады. Майға дейін барады. Уже мына жаңбырдың уже мына қараңызшы уже. Мына су енді мына дранаж істемеген бұл жатады, майға дейін. Бұл жерден ауру инфекция таралады. Осы 2 күндік жаңбырдан тағы жауды ғой. Сол кезде дәл осы жағдайға түстіңіздер ғой. Жылдағы көрген көрініміз осы біздің. Жылдағы көрген көрініміз осы. Түсінікті. Болды онда ана үй тұрғындарының анау құлап отқан, зәктеп отқан жерлерін бір алайық онда. Көріңіз, сонда не қылып? Онда көрейік, аудандыққа бәріне өзінің арнайы несін жолдайық бұның бәрін.